Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстанның жаңа ата заңына қол қойды. Яғни бізде бүгіннен бастап жаңа конституция бар. Және де ең бастысы 15 наурыз күні осы президентіміздің бастамасы бойынша конституция күні болып жарияланды. Яғни біз енді жыл сайын 15 наурызда демалатын боламыз ағайын. Ең бастысы бұл жерде мен үшін мына нәрсе болып тұр да, өздеріңіз білесіздер, біздің елде негізі жаңа қылмыстық кодексті бұзғандар кәдімгідей қамалады, сотталады, иә. Және оларға біздің елде амнистия бар. Бірақ бүгінгі күнге дейін бізде әкімшілік құқық бұзғандарға амнистия берілмейтін, ол дүние қаралмаған еді. Ел президенті жаңа конституцияның басты талабы осы: әр адамға екінші мүмкіндік беру керек деді. Сондықтан депутаттарға да ол бүгін нақты пәрменін берді. Яғни административті деп жатамыз ғой, жаңағыдай әкімшілік құқық бұзғандарға да амнистия беруді қарастыратын заң шығарыңдар деді. Бұл дегеніміз керемет. Яғни ағайын, егерде әкімшілік құқықты бұзсаңыз болашақта, Құдай сақтасын әрине, сіз амнистияға ұшырап қалуыңыз әбден мүмкін. Яғни амнистияға қол жеткізуіңіз мүмкін деп айтайыншы бұл жерде, иә. Сондықтан достар, осындай жақсы жаңалық бар, және президенттің айтуы бойынша бұл конституцияның жазылып шығуына, негізі конституциялық реформалардың болуына жастар көп атсалысты. Себебі жастардың, еліміздің болашағы ол жастар деп президент әр сөзінде айтады. Яғни бұл конституция нақты жастарға берер үлесі өте көп, және де жастардың да елдің дамуына, конституцияның нақты жүзеге асуына қосар үлесі де өте көп деді. Ағайын, осындай жаңалықтар, аман болайық, бар болайық.